Бул багдарда мухаддис китаптагы вакыялар апойластырылып көрсөтүлгөн. Сансыз жұлдызлардай орпақ хақындағы уәде орыланды. Бірақ ашлық Израилдарды тез арада уәде етілген жерлерді қалдырып, Египетке қарай кетуге мәжбүрледі. Олар сол жерде фараонның құлларына айналды. 400 жылдың ішінде Құдай һәм Ибраим олар үшін бір елестей болып қалды. Һәм олардың һәммесі жүк тасушы маллардай болды. Тек қана бір адамнан басқа. Муса. Сен ендігіден былай ұрыспайсаң. Ол фараонның баласы, анажан, мен бас тарта алмайман. Олардың арасындағы ұрысты тоқтату керек. Мусаның ұрысқысы келмейді, бірақ балаң оны ұрысуға мәжбүрлеп, жеңіліп қала береді. Бәлкім сені ажапам жақсы көретұғын шығар. Бірақ мен фараон боламан, һәм мен Құдайға айланаман. Илтимас, Тұрып күрес, мен саған бұйыраман. Муса, тоқтатың. Ол өзінің орнын білуі шарт. бұл ұрысты сен басладың. Мен фараон боламан. Онда өзіңді фараондай тұт. Бұған сен айыптарсаң, оны асырап алмауымыз керек еді. Жап аузыңды. Сен біздерге жақын емессің. Қысқарт дедім. Ол не айтып атыр? Оған әзір айтқаның жақсы. Сен жүр меніменен. Анажан, нені айтуыңыз керек? Нені? Муса, мен сені өз баламдай жақсы көремен. Бірақ сен менің қанымнан емессің. Сен құл болып туылғансың. Мені шығарыңла. Олардың бас көтеруінен қорқып, әкем көплеген балаларды өлтіртіп жіберді. Себебі сенің халқың жүда көп еді. Менің халқым? Мен сені құтқарып қалдым. Муса, сенің халқың сарайдың сыртында. Біздердің құлларымыз Израилылар. Сенің туысқанларың бар, ажағаң Арон, һәм ажапаң Мариям. Бірақ олар біздерде емес. Тезлет, хей, сен, не қылып тұрсаң? Хей, бұзық, тұр орныңнан. Олар Ибраимның құдайына сенеді, бірақ ол оларды таслап кетті. Ей, жалқау Яхудей! Яқ, iltimos, өтінемін, яқ! Тұр орныңнан!
Қаш! Денені өзім жасырамын. Қожайын, бұл Мусаның тұмары. Оны осылайық па? Яқ. Кете берсін. Енді ол қорқынышлы емес. Жаңа өмірге қош келіпсің, Муса. Енді сен хеш нәрсесің. Хеш нәрсе. Синай тауы. Арадан 40 жыл өтті. Сенің қалқың сарайдың сыртында, Муса. Сен біздерге жақын емессің. Олар Ибраимның құдайына сыйынады. Оны асырап алмауымыз керек еді. Һәм ол оларды таслап кетті. Мен фараон боламан. Муса. Муса. Міне мен. Мен Ибраим, Исақ һәм Яқубтың құдайымын. Сен барсаң ба? Ауа. Мен өз халқымның азапланып атырғанын көрдім. Мен сені халқымды Египеттен азат қылуым үшін фараонға жіберемін. Бірақ мен қалай оларды азат қыламан? Мен сеніңменен бірге боламын. Мен сенің күшіңменен халқымды азатлыққа шығараман. Египеттің тақты басқа адамға өтті. Мусаның ескі дұшпаны фараон болды. Рахмет, әке. Уақыты келіп сенің де хақиқи ат-арбалы армияң болады. Еш нәрсе өзгермеген. Қаншелі көп азаплану. Ей, сен! Ей, сен! Қане, жұмысқа тиіс. Тоқта, ілтимас. Мен өзім жайғастыраман, қожайын.
Сен не істеп атырсаң? Біздердің көбірек қиналғанымызды қалап атырсаң ба? Сен кімсің? Бұл жерде не істеп атырсаң? Менің атым Муса. Муса? Сен Мусасаң ба? Мен жасыл күннермен көрісуім керек. Жүр меніменен. Ол өзін Мусаман деп айтып атыр. Қашқан шахзада. Адам өлтіргенің үшін сені іздеді. Егер сен ақиқаттан да Муса болсаң, неге қайтып келдің? Мені Құдай жіберді. Мен сіздерді азат қылу үшін келдім. Сені Құдай жіберді ме? Ауа. Сіздерменен сөйлесу үшін мені жіберді. Сіздер не Құдайды ұмыттыңыз ба? Қатте ұмытсаңыз да, ол сіздерді таслап кетпеді. Сенің есіңде жоқ шығар. Біз қорқуымыз керек болған жалғыз Құдай, бұл фараон. Ол біздерді құрдан құры жібермейді. Кім жерді жаратты? Теңізді, аспанды. Сіздерді кім жаратты? Фараон ба? Ямаса Құдай ма? Сен ойсызсың. Яқ. Ақымақ емес. Ол менің туысқаным. Арон. Муса. Құдай түсімде сенің қайтып келуіңді айтты. Бұл Мариям, сенің ажапаң. Туысқаным. Бұлар менің балаларым. Менің шаңырағым. Менің халқым. Біздердің халқымыз. Құдайдың халқы. Құдайдың халқы. Бұрынғы фараон саған жүдә ғамқор еді. Бірақ сен оның баласы менен келісуіңе тура келеді. Фараон хатте сені көргісі де келмейді. Сендіріп айтаман, оның өзі қалиды. Мұқаддес кітап. Бұл сенің ұлың ба? Менің дауамшым. Біздің әуләдіміз еш уақытта бұзылмайды. Сен неге келдің, Муса? Менен кешірім сұрау үшін ба? Яқ. Құдай мені анық бір мақсатпенен құтқарып қалды. Солай ма? Мен сенің алдыңа оның халқын азат қылуыңды талап етіп келдім. Талап етіп? Менің халқымды жібер.
Сен әрдайым жауынгер болдың, Муса. Бірақ сен жеңілісті тана алып білмейсің. Егер сен Құдайға бойсынбасаң, онда жазаланасың. Сонша жылдан кейін мені қорқытуға келдің бе? Айт маған. Сенің көзге көрінбейтұғын Құдайың мені таң қалдыра ала ма? Өз жауапкершілігінен, өз шаңарағы һәм өтмішінен қашып, өз халқын таслап кеткеннің Құдайы ма? Көрсетің оған бұл жерде кім Құдай екенін. Мен Құдайман. Мен Құдайман. Муса, сен фараонды ғазеплендірдің. Ол біздерді қысуға алып атырыпты. Одан да жаман қылма. Құдай менен сөйлесті. Ол фараонды азат қылуға мәжбүр етеді. Егер керек болса. Bizler ne isleyik? Туысқанларым, әммеңіз, Құдайға істеніп тұрың. Фараон ане тұр. Оның алдына барған уақытында сені тыңламады. Қазір ол сені қалай тыңлайды? Көресің. Қассаң менен суға ұр. Қожайын, тез дариядан шығың. Ол жер қанға айналып кетті. Судың бәрі қанға айналды. Әмме жер қанға айналды. Тез бері қарап жүзің. Қожайын, тез жүзің. Сен Құдай емессің. Сен тек қана адамсың. Һәм сен халқымды азат етесің. Арман тұрыңлар. Муса! Сен екіленіп атырсаң ба, Ишуа? Мен өмір бойы фараонға тиесілі едім. Бірақ енді ешқашан құл болмаймын. Құдай біздер менен. Бұл елі баслануы. Фараонның ойлануы үшін иеміз Құдай оған 10 жазаны жібереді. Менің халқымды жібер. Яқ! 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 Шегіртке! Бұлай қашын, мырза. Яқ! Муса, фараон не деді? Ол сөздеріңе құлақ салып атыр ма? Яқ. Ол қалемеді. Және ме? Муса, кеш болмастан бәрін тоқтат. Фараон жеңілмегенше,
Құдай жазасын жіберуді давам етеді. Енді не болады? Ақырғы жаза жақынлап қалды. Өлім періштесі келеді. Барлық тұңғыш ұл перзентлері набыт болады. Яқ. Бірақ біздердің емес қой. Біздерді не үшін жазалайды? Өлім әммеге келеді. Неге біздер? Мұқаддес кітап. Өлім періштесі келеді. Барлық тұңғыш ұл перзентлері набыт болады. Яқ. Бірақ біздердің емес қой. Біздерді не үшін жазалайды? Өлім әммеге келеді. Неге біздер? Достарым, біздер Құдайдың жазасынан құтыла аламыз. Егер оның айтқанына бойсынсақ. Төкпеңлер. Har bir үй қанменен белгіленуі керек. Израилылар есігінің босағасын мінсіз қозының қанымен белгілеп қоюы бұл Құдайдың халқы екенінің белгісі еді. Құдай халқымызды азат қылады деп уәде бердік. Ал енді ол бізге өлім жіберіп жатыр. Құдайға үміт етуіміз керек. Жақынлап қалды. Біздер қауіпсіз жердеміз бе? Қорықпа, балам. Құдай мейірімлі. Фараон құлақ салмады. Енді халқының қасіретіне оның өзі айыплы. Бір уақытлары оларды өз халқым деп санайтын едім, Ешуа. Біздердің азатлығымыз қымбатқа түсі жақ. Өлім періштесі әрбір израилылардың үйлерін қанменен белгілеп қойғанын көріп, қасынан өтіп кетті. Неге? Не үшін? Не үшін менің балам өліп? Ал израилдық құлар жасау керек. Тұр орныңнан. Тұр. Менің жерімнен жоғал. Өздеріңізбенен бірге жауыз құдайыңызды да алып кетің. Жүклеріңізді жинап кетуге таярланың. Тезлетің. Муса! Муса! Муса!
Муса! Bizler Құдай менен Абрахимдин түзген келісімін орындаймыз. Уәде етілген жерге барамыз, һәм біздердің әулетіміз жұлдызлардай сансыз болады. Балам менің. Құллар қалай етіп бұндай істі істей алды? Мен саған қазір осы жерде ант ішемін. Израильларды Египетке алып келіп, дүниядағы ең үлкен қабірді сен үшін құруына мәжбүрлеймін. Мусаның денесін Тикарғы тасының орнына жерлеймін. Мұқаддес кітап. Бұл шығыс. 400 жыл құллықтан кейін Израильлар азатлыққа шықты. Фараон құрдан құр азат еткенде сенбей атырман. Бірақ жіберді ғой. Құдай талап еткені үшін тек ақмақ адам ғана Құдайдың сонша ісілерінен кейін де қарсыласуы мүмкін. Қызыл теңіз. Муса, енді не қыламыз? Муса, Құдай біздерге жол көрсетеді. Муса, бұл жерге біздерді неге алып келдің? Біздерді бұл жерге Құдай алып келді. Ал ол теңізден қалай өтуімізді айтпады ма? Египеттің адамлары көрінді, биіктікте. Енді сенің Құдайың қане, Муса? Біздер оларға жетіп алдық. Олар қапқанда. Өлтіріңлер. Атлар! Олар әскери арбаларменен келатыр. Египеттілер. Ақмақ, енді не қыламыз? Бұл жерге біздерді өлтіру үшін алып келдің бе? Мысырда біздерге қабір жетпес пе еді? Сен тап сондай қыла жақсаң. Олар келатыр. Енді не қыламыз? Қане сөйле. Муса. 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 Муса! Құдайым, осылай жұмақлануға жол қоюыңа сенбеймін. Муса!
Сенің дұшпанларымызға қандай қорқыныш алып келгеніңді біздер көрдік. Өліңлер! Сен өлімді біздердің босағамыздың қасынан алып өттің. Муса! Муса! Құдайым! Алға! Алға! Құдай біздер менен! Ізімнен жүріңлер! Құдай бізбенен! Біздер теңіздің ортасынан өтеміз. Адамларды жина! Тезірек, тезірек! Қазірдің өзінде қашу керек. Тезірек от жағып алыңлар! Болың! Жұғырамыз! Жұғырамыз! Тезірек болыңлар! Тезлетіңлер! Сеніңлер! Алға! Тоқтап қалмаңлар! Тезірек! Қорықпаңлар! Сеніңлер! Алға! Тезірек, тоқтап қалмаңлар. Тезірек болыңлар, біздер жетіп қалдық. Тоқтаңлар! Ізінен! Құжымге! Жүгіріңлер! Жүгірің! Мусаны маған алып келіңлер! Жүгіріңлар! 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 Тоқтамаңлар! Тезірек! Олардың қолындағы оты көрінді. Алға! Тоқтап қалмаңлар! Олар келіп қалды. Жақынлап қалды. Мұқаддес кітап. Тезлетіңлер! Қашыңлар! Тезірек! Біздер жетіп қалдық! Олар біздерді қуып жете жақ. Қашыңлар! Ақсақал, тезірек! Тезірек, асығыңлар! Біздер жетіп қалдық! Олар тоқтаған жоқ.
Сен құдай емессең, фараон. Тек қана бір құдай бар. Хам ол осы жерде. Біздер менен. Яқ! Муса! Муса! Азатлық! Достарым менің. Менің халқым. Құдай біздерді құллықтан алып шықты. Біздер азатпыз. Біздер ұзақ жол басып өттік. Мен білемен. Бірақ біздердің саяхатымыз енді басланды. Біздер Құдайға сенуіміз керек. Хам оның жолынан жүруіміз керек. Муса Израиль халқын Синай тауына алып барды. Сол жерде Құдай бірінші мәрте жанып тұрған терек арқылы сөйледі. Құдай Мусаға 10 низам жазылған тасты інәм етті. Ешуа. Иеміз Ибраимға берген уәдесін қайталады. Уәде етілген жерге таярлау үшін ол біздерге жаңа низам берді. Егер біздер Құдайға садық болсақ, ол өз уәдесін орындайды. Бұл Ибраимнің арманы. Біздердің келешегіміз. Халқымыздың келешегі бұл сен, Ешуа. Ибраимға һәм оның жұлдызлардай сансыз ауладына уәде етілген жерді сен қабыл етуің керек. Арадан 40 жыл өтті. Құдайым Муса Синай тауынан осы низамларды алып келгенде, мен онымен бірге болдым. Осы келісімге мұқаддес халықтың уәдесінің куәсі болдым. Сенің халқыңның уәде етілген жердің мирасқорлары болу үшін оларды басқаруға маған жәрдем бер.
Иешуа! Мухаддес кітап. Иешуа! Құдай біздерді Египеттен алып шықты. Осы жерді ол бізге уәде етті. Һәм тез арада ол біздердікі болады. Жүріңлер. Сіздер даярсыз ба? Біздер қаланы іздетіліп шығамыз. Тек қана қалаға кірер есікті табыңлар. Біздер Ерихонды басып алуымыз керек. Уәде етілген жерменен біздердің арамызда тек ол қалды. Ей! Суды тек қана күндіз алыңлар. Үйлеріңізге қайтыңлар. Ілтимас, көшеде жүрмеңлер. Израильлылар қалеген уақытта бастырып келуі мүмкін. Үйлеріңізге қайтыңлар. Рахаб, менің кішкене ғана ерке. Сен бұл жерде не қылып атырсаң, білесің ғой көшеде жүру қауіплі екенін. Көшеде тынышлық. Біздер хаммеміз қауіп астындамыз. Мен өзімді қорғай аламан. Үйіңе қайт. Сіздер бұл жерден не қылып атырсыз? Кетіңлер бұл жерден. Израильлылар. Туысқаным. Израиль үшін. Израиль үшін. Düşmanlar қалада жүр. Қоңырау шалыңлар. It has begun. The Lord parted the waters for Moses. For you, he will split rock. Will you pay the Lord anything? He's Saul, I anoint you the first king of Israel. God is with me! Samson, your strength comes from God. Your duty is to drive the Philistines away. David, the people will look to you now to defend them, unite them. Jerusalem, I'm your home. And when you have my crown, will you not kill my descendants, bury my name? Wherever you go, I shall hunt you down. What the Lord gives, he can take away. What is your name? My name is Delilah. Your God has abandoned you, Samson, and taken your strength with him. No, he wants me to destroy you all! The Lord told me the house of David will rule Israel forever. Israel! There will be no more death,
obey.